Қайырлы күн, тікелей эфирге қатысушылар. Сіздерді өз парақшамызда көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін біз болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы ұлы даланың ұлы есімдері атты арнайы жобасының аясында сұхбат өткіземіз. Алдымызбен қатарымызға жаңадан қосылған оқырмандарымызға бағдарлама жайлы ақпарат беріп өткенді жөн көріп отырмын. Жалпы өздеріңіз білесіздер, рухани жаңғыру бағдарламасы 6 принциптен және 17 арнайы жобадан құралады. 6 принципке тоқталатын болсақ, бұл білімнің салтанат құруы, бәсекелікке қабілеттілік, прагматизм, Қазақстанның революциялық емес эволюциялық дамуы, ұлттық бірегейлікті сақтау және сананың ашықтығы. Осы 6 принцип аясында Қазақстан Республикасында 17 арнайы жоба құрылған болатын. Сол арнайы жобаның бірі ұлы даланың ұлы есімдері. Яғни бұл жобаның басты мақсаты ұлы даланың ұлы тарихи қайраткерлерінің өмірін, мұрасын зерделеу және қоғам арасында танымал ету. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының президенті және елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазіргі таңда гендерлік саясатты өте жоғары деңгейге көтеріп жатыр. Яғни үкіметімізде, жалпы қала әкімдігінде әйелдердің жұмыс жасайтын қызметкерлердің саны көп болу керек деп айтылып жатыр. Қазіргі таңда үкіметте де 2 министр әйел азаматы, сонымен қатар Қызылорда облысының әкімі де әйел азаматы. Сол орайда біз қазіргі таңда халыққа, қоғамға қазақ қызының образын насихаттайтын ұлы даланың ұлы есімдерінің аясында Фариза Оңғарсынова туралы бүгін сұхбатымызды өткіземіз. Және мен ойлаймын, Фариза Оңғарсынова қазақ қызының нағыз образы және қазақ қыздарына, жас қазақ қыздарына үлгі болатын біздің тұлғалардың бірі. Және осы орайда біздің сұхбатымызға арнайы шақырылған қонақ, доцент, филология ғылымдарының кандидаты, ақын жазушы Оңайгүл Ыстыржанқызы Фариза Оңғарсынова апамызды тұлға ретінде ашуға көмектеседі. Және осы кісімен бүгін сұхбат құрамыз және Фариза Оңғарсынованы толығымен сіздерге ашып ақпарат беруге тырысамыз. Құрметті біздің тыңдаушыларымыз. Жалпы бірінші сұраққа көшсек, Фариза апамыз туралы, биографиясы туралы, қайда дүниеге келген. Жалпы мен ойлаймын, бұл сұрақ өте қызық, өйткені қанша жерде ақпарат беріліп жатса да, Оңайгүл Ыстыржанқызы Фариза Оңғарсынованың қасында жүріп, қызметтес болып, осы Фариза апамыздың жолын қуған ақын жазушысы болғандықтан, мен ойлаймын, сіздің берген ақпаратыңыз біздің көрермендерге өте қызық болады деп. Рахмет, қайырлы күн. Бүгін мынау қозғалып отқан тақырып өте өзекті және біздің жастарымызға, біздің қыздарға әсіресе ерекше бір қуат беретін маңызды бағдарламалар қабылданды ғой Қазақстанда. Елбасымыз да оны айтып жатыр. Мына рухани жаңғыру бағдарламасының ішінде де, ар жағын оқып қараса, оның ішінде де керемет идеялар бар. Енді осы тұста жаңа Фариза Оңғарсынова туралы айтатын болсақ, Фариза апаймен соңғы 25 жыл бойы мен ол кісімен қатар бірге жұмыс істедік. Оған дейін де Тұмар деген журнал ашпасынан бұрын да бірге болдық Алматыда, одан кейін Астанаға келгеннен кейін де. Сол екі ортада әрине Фариза апайдың бүкіл мінезі, оны шығармашылығын жас кезінен білеміз. Одан кейінгі қоғамдық ортадағы өзінің орны, қоғамдық қызметі, соның барлығының ортасында куә болдым деп айта аламын. Ал енді ол кісінің жаңағы туған жері, өмір баяны дегенге келетін болсақ, енді ол кісінің өмір баяны меніңше көзі қарақты оқырмандар жақсы білетін шығар, дегенмен бір-екі детальды айта кету керек деп ойлаймын. Ол кісі Атырауда туды. Енді ол кісінің біз жалпы енді ақындарымыз баршылық қой, бірақ дегенмен Фариза Оңғарсынова айтылған кезде ол кісінің ақындығымен қоса ол кісінің мінезі туралы да айтылады. Өйткені ол кісінің өлеңінде де мінезі көрініп тұрады, өмірдегі мінезі сірә көрініп тұрады. Енді осы жерге келетін болсақ, неліктен, кейде мынандай ой келеді, неліктен Фариза ақынның мінезі осындай? Өлеңінде де ол мінез көрініп тұрады. Мына бір мысал келтірейін. 18 ғасырдың орыс ақыны, 18 ғасырдың өмір сүрген Гавриил Державин деген кісі, бұл айтады, ақындар өзінің туған жеріне ұқсап тұрады дейді. Ал ол кісінің туған жері қандай еді? Ол кісінің туған жері Атырау. Атырауды білетіндер енді оның табиғатының не екендігін, қалай екендігін өте жақсы біледі. Ол жер
жаңбыр жоқ, құм, жел, қыста аяз, жазда қайнаған ыстық. Былайша айтқанда ол жерде жайбарақат тек былай болбырап бүйтіп қойш деп ерініп өмір сүру деген мүмкін емес. Ауа райының өзі адамның болбысына үлкен әсер етеді деген айтып отырсыз ғой. Енді және тағы бір жағдай бар бұл жерде. Бұл мына біздің Қазақстанның шекарасы ғой. Шет болғаннан кейін мынау 18-ші ғасыр болсын, оның алдындағы ғасырлар болсын, шет болғаннан кейін жаугершілік заманда не болмады дейсіз ол жерде? Елді тонау, жаңағы елге нелер көрсету, ауыртпалықтар көрсету, соның барлығына үнемі дайын болу деген мінез олардың бойында қалыптасып қалған. Яғни міне тек былай жайбарақат отыру емес, үнемі жаңағы неде болу, үнемі белсенді болып отыру. Сол белсенділік бірте-бірте халықтың мінез болып қалыптасқан, сол мінез Фариза ақынның бойында бар. Және ол өзінің өлеңдерінде де сол өрлік бар. Яғни оның бүкіл өмірін, поэзиясын және Фариза Оңғарсынова деген тұлғаны жасап шығарған сол мінез деп ойлаймын. Өте тамаша. Шыны керек, өзінің туған жеріне деген мінезі, айтып жатады, батыс Қазақстанның қыздары тік мінезді болып келеді деп. Сол Фариза апамызда өте жақсы көрсетілген, өзіңіз де айттыңыз, өлеңдерінде де айқын көрсетілген деп. Енді мен Фариза апамыздың биографиясын қарап отырсам, ол кісі жұмыс жасаған кезінде 1970 жылдан 1978 жыл арасында Қазақстан пионері атты газетінде жұмыс жасаған екен. 78 жылдан 2006 жылға дейін жаңағы пионер газетінде, қазіргі таңда Ақ Желкен газетінде жұмыс жасаған екен. Бұл жерде неге айтып отырмын? Өйткені Фариза апамыздың болмысында бір жерде тұрақтылық, бір жерде жұмыс жасау, яғни бұл кісінің өзінің жаңағы қызметтегі мықты маман екенін бір жағынан көрсету. Сонымен қатар жаңағы айтып өттім ғой, тұрақтылықтың белгісі. Қазір жастарға келетін болсақ, басқа да резюмелерді алатын болсақ, бір ай бір жерде жұмыс жасайды, бір жыл бір жерде жұмыс жасайды. Мен ойлаймын, яғни бұл өте бір керемет үлгі ретінде Фариза апамыздың жаңағы жастарға мұрасы ретінде бір тұрақтылықты да көрсеткен сияқты. Сол өз тарапыңыздан не қосасыз осы сұрақта? Жаңа өзіңіз айтып кеткенде, ол кісі мектеп оқушыларының журналынан, газетінен бастады. Одан кейін ол парламенттен кейінгі өзінің қызметінде соны жалғастырғандай Тұмар деген журнал ашты. Бұл журналды 2008 жылы ашты. Бұл жастар журналы еді. Сонда ол кісі ол жастар журнал ашатын кезде былай деп айтты: қазіргі мына кезеңде жастар шығармашылығымен ешкімнің шаруасы жоқ. Мына жұрттың дабырласып атқан дүниенің, ушу дүниенің ортасында жастардың сөзі аяқ асты болып қалмау керек. Жастардың сөзін аяқ асты ететін болсақ, онда біздің ертең ұрпағымыз не болады деген мақсатпенен ол кісі осы Тұмар журналын ашты. Тұмар журналы өте әдемі журнал болды, қымбат қағазбен, өте сондай көркем дүниемен, көркем болып, жастардың өзінің талғамына сай. Және ол кісі бүйтіп айтатын: мен ол кісінің орынбасары болдым, ол кісі бас редактор, мен ол кісінің орынбасары болдым. Сонда маған айтады: сен ана журналға беретін суреттерді, ақындардың, жазушылардың фотолары бар ғой, сол фотоларды тек қисайып отырған, мыжырайып отырған, бір ерініп отырған ондай сурет қоймайсың оған. Оған сен жастар деген кәдімгі жалындап, жанып тұру керек. Ана Голливудтың актрисалары, актерлары қандай болып түседі фотоға, сондай қылып шығарасың. Егер суреті нашар болып тұрса, өлеңі, әңгімесі күшті болып тұрса да шығарма оны. Ол деген біз сурет деген нәрсе қазіргі заманда ең белсенді нәрсе, визуал заман ғой енді. Жұртқа біз солай әсер етуіміз керек. Біз жастарымыздың жанып тұрған өлеңімен де, шығармашымен де, және суретімен де, сырт тұлғасымен де көрсетуіміз керек дейтін. Яғни жастарды тәрбиелеудің осындай түрлі-түрлі бағыттарын жасады ғой ол кісі. Өте дұрыс айтасыз. Шыны керек, жаңағы отты, жігерлі, тік мінезділік, адамгершілікті насихаттайтын өлеңдері жастардың бойында, егер жастар сол өлеңдерге қызығушылық танытатын болса, жастардың бойында үлкен бір жақсы қасиеттерді дамытуға көмегі бар. Жаңағы Тұмар журналының да, газетінің де, кешірім сұраймын, газетінің де жастарға берері мол деген ойдамын. Ал енді мынандай сұрақ: қазіргі таңда Фариза Оңғарсынованың жаңағы артынан қалған мұрасы қандай зерттелу деңгейде?
Бұл мұраны зерттеуге меніңше әлі толық біз кірісе қойған жоқпыз. Дегенмен оны зерттеу керек, өйткені біріншіден оның өлеңдері мына ең алғаш шыға бастаған кезде, жастау кезінде Фариза Оңғарсынованың өлеңдері қатты сынға ұшырады ғой. Қатты сынға ұшыраған себебі бұл кісі енді нағыз ақын деген ішіндегі нәрсені енді сол күйінше шығады ғой, оны қолдан жасамайсың ғой. Сол кезде ол кісінің мынандай бір өлеңдері болды, қазір айтайын. Махаббат туралы. Ол кісі жалпы сыншылардың, әдебиеттанушылардың ол кісіге берген бағасы Фариза Оңғарсынова махаббат жырында революция жасаған адам деп айтады. Ал жалпы өлеңде қалай революция жасауға? Біз революция деген қалай түсінеміз? Оғалып көшеде жүрген. Төңкеріс дейсіз. Ал поэзиядағы революция деген бұл мағына және өлеңдегі жаңашылдық. Ол кісінің мына жаңа сынға ұшыраған өлеңін бір екі шумағын оқиын. Керек емес мекерлік айламаған, сүйем сені сескенбей айналадан. Біреулер бар сескеніп аяқ басы, біреу көріп тұрма деп тайғанаған. Жалтақтамай солардың барлығына тірлігіңді бір өзім жайлап алам. Ақ сезімді алдыңа селдетемін, тек сен шыдар мекенсің. Қайда маған? Деп шыққан ғой өлең. Сөйтсе, бұл енді 70-ші жылдардың шамасы, содан сыншылар деген бұл кісіге тап берген, мынау қыз бала, жап-жас болып, мынандай сұмдық өлеңді, мынау масқара емес пе, қазақтың қызына бұл деген тән емес деп әбден сынға ұшыратады. Сол кезде қазақтың классик ақыны Әбділда Тәжібаев үлкен жиында айтқан ғой, әй сендер ішкі дүниедегі болып жатқан нәрсе ғой ол шығып тұрған. Оны сендер қалай осындай нәрсені айтасыңдар? Ол Әбділда Тәжібаевтың айтқан сөзі мынадай. Адамның шартты түрдегі ережелерге, канондарға, ескірген әдет дәстүрлерге тұтқын болып қалмай босануын, өз сезімін бүкпей сөйлеуін қазақ поэзиясында батыл жырлаған осы Фариза деп ана жерде жаңағындай сын айтып отырған кісілердің бәрінің бетін қайтарып тастаған. Сөйтіп Фариза кәдімгі шын мәнісіндегі өзінің табиғи қалпындағы ақын ретіндегі болмысын сондай қиындықтарын алып шыққан ақын. Енді бұл әрине ол кісінің осындай өлеңінің осындай бағытын зерттеу керек, және зерттегенде оның түп тамырын ашып зерттеу керек. Негізі жаңа гендерлік деген мәселені айттық қой. Мына адамзат тарихындағы тұңғыш автор ол әйел адам. Бұл біздің дәуірімізге дейінгі 24-23 ғасырларда өмір сүрген Шумер дәуіріндегі Саргон патшасының қызы Энхеду Анна деген болатын. Сол Энхеду Анна адамзаттағы тұңғыш автор, қыз бала, әйел адам. Енді ол кезде әрине құдайларды жырлайды, оның өлеңдері де сақталған, интернетте де бар, ол жерін тауып алуларыңызға болады. Енді сол бірақ ол тек қана сол ғана емес қой шыққан. Ол талай ақын қыздар болған шығар, бірақ енді әйел адамның тағдыры өте ауыр ғой. Ол бірақ патшаның қызы болғандығынан кейін өзінің шығармашылық деңгейін сақтай алды. Ал жалпы мына поэзияда, шығармашылықта әйел адамның шығармашылығында, оның ішінде мына Фариза ақынның шығармашылығында ар жағында бір патшалық рух бар сияқты. Патшалық болғанда ел басқаратын ондай емес, рухтық патшалық. Түсіндім. Біз мына Фариза ақынның өлеңдерінен осыны көреміз. Біздің зерттеушілеріміз оған осы тұрғыдан келу керек. Өте дұрыс айтасыз. Рухани жаңғыру жобалық кеңселерінің де сіз білесіз 17 өңірде біздің 17 арнайы осындай кеңселеріміз бар. Осы кеңселердің де жұмысы осы бағытта, яғни ұлы даланың ұлы есімдері атты жобасы, арнайы жобасы аясында біз осы ұлы тұлғалардың мұрасын халыққа кеңінен насихаттай қоймай, тек қана соны насихаттау ғана емес, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу, бұл да осы кеңселеріміздің басты мақсаты болып келеді. Келесі сұрағымызға көшсек, жаңағы мінезі туралы да айтып жатырмыз ғой, творчествосы ғана емес, мінезі де бірге жүретін Фариза апамыздың осындай өмірінде бір қызық жағдай болыпты. Яғни шет мемлекетінен келген қонақ үйіне келген кезде Фариза апамыз жаңағы қойдың басын ұсынып жатса, күліп осындай бір
күліп қарсы алған екен, бірақ Фариза апамыз жаңағы кісіні үйінен қуып шығып, менің салт дәстүрімді, халқымның әдет ғұрпын сыйламаған адам менің өлеңдерімді аудармай-ақ қойсын, маған қонақ болмай-ақ қойсын деген бір қызық жағдай болған екен. Сол сіз қасында болдыңыз, жаңағы қызметтес болдыңыз, сіздің апаңыз болды. Сол қаншалықты рас, шынымен сондай болды ма? Шынымен қазақ халқының әдет ғұрпына деген махаббаты соншалық басқа мемлекет елдерден келген, жұмыс істеймін деп келген адамдарға сондай өкпелі болды ма деген сұрақ енді. Иә, ол болған оқиға шынында да. Бұл енді ол кезде ненің жазушылар одағының басшысы мынау Әбіш Кекілбаев ағамыз екен. Сонымен әлгі ол шетелден келіп отыр. Ол кезде Совет одағының ішінде шетелден келіп отырған арнайы шақырылған аудармашы ғой, мықты аудармашы. Сол енді қайдан білсін, үйіне шақырған жаңа қойдың басы сөйтсе, ол күле бастапты. Содан апай сұрайды, мына адам неге күліп отыр? Орыс аудармашы бар қасында. Неге күліп отыр дегенде, ол айтыпты, мынау қойдың басын көрген кезде мен даладағы маңырап жүрген қой есіме түсіп кетіп, соған күліп отырмын деп. Сол кезде апай дастарханның бәрін жинап алып, баста жинап алып, шығыңдар үйден деп бәрін қуып шыққан ғой. Содан Әбіш ағай, ойбай, Фариза қойсайшы, енді ұят болды ғой, өлең шетелге аударылмай қалады ғой дегенде айтқан сөзі ғой. Менің өлеңдерім шетелге ешқашан аударылмайды, өйткені менің ұлттық дәстүрімді сыйламаған елдің тілінде менің өлеңім шықпай-ақ қойсын деген. Яғни бұл жерде нені көруге болады? Бұл кішкентай ғана бір деталь, бірақ мына ақындық дегеннің ар жағындағы азаматтық, туған жерге деген адалдық, отаншылдық, патриотизм деген мәселе осындайдан басталады. Ол былай қарағанда айқайлап, өралап бір жерде тұрмауы мүмкін, мен отанымды сүйемін, мен халқымды сүйемін. Бірақ кішкентай былай қарағанда бір кішкене ғана элементтер, соның өзі, мысалы, осы апайдың осы енді қылығы бүгінгі ұрпаққа жетіп жатыр ғой, бәрі біліп отыр. Демек, бұның өзі бір тәрбиеліктің, отаншылдықтың, мына туған жер деген нәрсеге дәстүр екеуі бірімен бірі ұштасып, бірімен бірі тұтасып отырғанда, біз осы жерді сақтай алатындығымызға бір дәлел ретінде ұсынуға болады осындай нәрселерді. Яғни, жастар тәрбиесі деген бұл үлкен мәселе, өйткені болашақ сол жастардың қолында ғой. Ал жастар соны жаңа Фариза ақынның өлеңіндегі жігерлілік, мына оқиға, тағы да толып жатқан оқиғалар көп әрине. Соның барлығын өздері бойына сіңіріп өссе, бұл туған жерді болашақта қорғайтындардың бүгінгі рухын мықтап боятып кетер еді. Шыны керек, қазіргі таңда басқа мемлекеттер, шет мемлекеттері, Европа мемлекеттерінің әйел затына емес, қазақ халқының, қазақ қоғамындағы мықты әйелдерге қазіргі қазақ қыздары еліктесе, әрине біздің шаңырағымыз биік, жаңағы берік болатын, сондай бір қоғам боламыз. Жалпы тағы бір сұрағымыз бар. Біз енді осындай Фариза Оңғарсынова туралы сұхбат болады дегенде бізде көрермендерден де сұрақ жинаған едік. Мынандай сұрағымыз бар. Жалпы Фариза Оңғарсынова өз кезеңінің жаңашыл ақыны болды ма деген сұрақ келіпті. Оның сол жаңашылдығы сонда, ол бұған дейін бізде әсіресе ақын қыздардың өлеңдері көпшілігінде енді бәрібір де емес, махаббат жырларын жазады, сүйіспеншілік жырларын жазған кезде көбісі жылау өлең жазады, жылап отырады. Ал Фариза ақынның өлеңдерінде ол махаббатты айтты, бірақ ол жылап айтпайды, ол оны ерекше жігермен айтады. Ішінде жанып атқан нәрсені ол жылап отырған жоқ, ол лапылдап тұрған күйінде көрсетеді. Сонда ол кісінің махаббат жырларын оқыған кезде патриоттық өлең оқып отырған сияқты болады адам. Бұл кісінің жаңашылдығы осында. Және ол адамға жігер беретін, қандай да бір қиындық кезде де ол кісінің өлеңін оқысаң, серпіліп орнынан ұшып тұрғың келетіндей, сондай деңгейдегі. Бұл кісінің жаңашылдығы сол деп ойлаймын. Бұл және бүгінгі шығармашылық адамдарына, жас болсын, жасамыс болсын, барлығына үлгі болып тұратындай, осындай бір құдіретті поэзия ол кісінікі. Жаңашылдығы да осында деп ойлаймын. Тағы қосарыңыз бар ма? Қосарым тағы бір айтайын дегенім, мына ненің Венесуэланың 47-ші президенті Уго Чавес деген кісі қайтыс болған кезде, бүкіл халықтың оған деген махаббатының күштілігі соншалық, халық көшеге шығып, оған енді жоқтап, жылап бүкіл халық. Сонда бір журналистің жазғаны бар, Уго Чавес өлген жоқ, керісінше ол кісі өлгеннен кейін көбейіп кеткен сияқты болды деді. Он умножился.
деген сөзін айтты. Дәл сол сияқты Фариза ақын қайтыс болғаннан кейін ол кісінің өлеңдерін әлеуметтік желілерде жастар әсіресе барлығы өздерінің парақшаларына салып, аккаунттарында Фариза апайдың суретін жариялап, өлеңдерін шығарып, яғни ол кісі көзінің тірісінде дәл ондай деңгейде шықпаған еді әлеуметтік желіде. Ал ол кісі қайтыс болған күннен бастап осындай бір процесс жүріп кетті. Бұл не деген сөз? Бұл халықтық махаббаты ақынға, поэзияға, жалпы ол кісінің поэзиясының құдіретіне деген ерекше бір құрмет қой деп ойлаймын. Осы тұста мынандай сұрақ, жалпы өзіңіз айтып жатсыз, әлеуметтік желіде де қазір Фариза апамыз жоқ болса да өлеңдері бар, жастар оқиды, көрсетеді деп. Ал Фариза апамыздың көкейінде жүрген бір айта алмай кеткен бір тақырыптар болды ма? Өлеңде аша алмай кеткен тақырыптар. Енді сіз қасында жүргеннен кейін сізбен сырлас болды депті айта аламыз. Осы тақырыпта не айтасыз? Меніңше ол кісінің айта алмай кеткен, енді әрине ол ақынның ішінде не бар екенін біз білмейміз ғой. Мына қазақта бір сөз бар ғой, құстың ұясына үңілме деген. Яғни оның ішінде сіз нені айта алмай отырсыз деп мысалы адам сұрай алмайды. Бірақ ол кісінің ішінде әлі талай айтылуға тиісті нәрселер бар еді. Ол өзі қайтыс болардың алдында жазған өлеңі бар. Менің ішімдегі сезімді ешқайсысыңда біле алмай кеттіңдер ғой деген мағынадағы бір шумағы бар. Яғни ол кісінің әлі де айтары көп еді, бірақ ақындық деген сол ғой, ол барлығын бірдей қопарып шығара алмайды. Дегенмен ол кісінің айтайын деген бір керемет ойлары ма, түйіндері ма, оның барлығы өлеңдерін нағыз зерттеуші ақтарып қараса, соның ар жағынан оның между строк деген сөз бар бір орыстардың. Соның ар жағын қопарып қараса, тауып алады деп ойлаймын. Ал жалпы ол кісінің айта алмай кеткен нәрсесі көп деп ойлаймын. Біріншіден оған себеп болған ол кісінің Совет одағының қатып қалған шарбақтың ішінде отырған ережесі себеп болды. Одан кейінгі жылдарда енді ол кісінің жасы келіп қалды, сосын ол ойлады, мен енді осы жасқа келгенде не қыламын, бұның бәрін айқайлай берді деген ой болып қалды. Енді одан кейін кішкене денсаулығы кетіп қалды. Сондай жағдайлармен ол кісінің ішінде талай алтын сандықтың бір ашылуға тиісті белестері қалып қойды деп өзім ойлаймын. Өте жақсы, керемет сұхбат. Өзім үшін біраз ақпарат алдым, білмейтін жаңа ақпараттарымды алдым. Шыны керек, біздің бүгінгі сұхбаттың басты мақсаты, менің де басты мақсатым, бізге қазіргі таңда қоғамға Фариза танушылар керек деген бір осы қоғамға бір серпіністі. Сонда мен сізді қазір толығымен Фариза танушы деп те айта аламын ғой, дұрыс па? Айтуыңызға болады. Мен ойлаймын, айтуға болады, және сізді үлгі ретінде басқа да қоғам белсенділерін, жаңағы ақын жазушыларымызды ізденісте, жаңа ғылымда жүрген, ізденісте жүрген аға көкелерімізге де айтарымыз осындай ұлы даланың ұлы есімдері атты арнайы жобасы аясында біздің ұлы даламыздың тарихи тұлғаларын зерттеу арқылы жаңа бір ақпараттарды, жай ғана бір ақпарат емес, тәрбиелік мәнін аша отыра, соны жастарға жай бір жалпақ тілмен жеткізе отыра, жастардың тәрбиесіне үлкен бір өзінің әсерін берсе деген рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы үлкен ойымыз бар. Енді жалпы бүгінгі сұхбатымызды қорытындылайық. Өзіңіз бір қорытынды айтып жіберсеңіз. Мен енді осы мына айтып отырған өздеріңіздің ұлы даланың, ұлы адамдарының туралы айту, бұл мына шетелдегілер неліктен өздерінің мұражайларында кішкентай нәрсенің өзін, түймедей нәрсенің өзін түйедей қылып бүйтіп көрсетіп, мынандайымыз бар деп көрсетіп қояды. Яғни олар өздерін танытудың бір нелері, идеологиясы дейсіз ғой. Ондай нәрсе бізде толып жатыр. Тек бізде кішкене соларға тән сынақтылық бізде жоқ. Сондықтан мен осы сіздердің жобаларыңызға өте қуаныштымын. Іске сәт болсын. Біздің әлі білінбей, танылмай жатқан дүниелеріміздің барлығын күллі әлемге танытатындай бір жаңа бір істер басталып жатыр ғой деп ойлаймын. Сәттілік болсын. Жаңа мен сөзімде айтып өттім, рухани жаңғыру бағдарламасында 6 принцип 17 арнайы жобасы бар деп. Сол 17 арнайы жобасының бірі ұлы даланың ұлы есімдері болса, сонымен қатар сакралды Қазақстан деген жоба да
бар. Жана өзіңіз айтып атсыз ғой, шет мемлекеттерінде бір затты түйедей көрсетіп, соны мақтаныш етіп, национальная гордость дейді, соны мақтаныш етіп, барлық халыққа көрсетіп, жариялап жатады. Міне сакралдық география арнайы жобасында басты мақсаты Астана қаласындағы сакралды орындарды халыққа насихаттай отыра, көрсете отыра, жастардың бойында жаңағы патриоттық сезімді, мақтаныш сезімін ұялату, тудырту. Сонымен қатар 100 жаңа есімді жобасы жүзеге асырылып жатыр. Өзіңіз білесіз, биыл 30 жеңімпаз республика бойынша анықталды. Соның ішінде Нұрсұлтан қаласында 5 жеңімпаз. Осындай жаңа есімдерді аша отыра, оны жаңағы қоғамға дәріптей отыра, сонымен қатар тарихқа көз жүгіртіп, арт жағымызға қарай отыра, ұрпақтан ұрпаққа осы мұраларымызды бере отыра, біз рухани жаңғыру бағдарламасын әлі де жүзеге асырамыз. Әлі де біздің үлкен жобаларымыз бар. Бүгін біздің сұхбатымызға келіп, алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Сіз енді жастардың арасында жүргеннен кейін, сіз жастарға дәріс бересіз, мен білем. Осының бәрін жастарға айта жүрсеңіз, біз де өз тарапымыздан насихаттап жатырмыз. Мен ойлаймын, біздің қоғамымыз өзінің үлкендеріне бір ізет тұтқан қоғам. Сондай мемлекетіміз мықты, жастарымыз мықты. Осы індетімізден аман есен шығып, жақсы күндерде кездесіп, осы нағыз рухани жаңғыру, ұлттың жаңғыруына айналып, еліміз аман, жеріміз тыныш болсын деген тілегіміз бар. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, құрметті біздің тікелей эфирге қатысушыларымыз, сұрақтарыңызды біз әрі қарай қазір жазып аламыз. Оңайгүл Өстіржан қызына өзіне жекелей жолдаймыз, және сіздерге жаңағы жазып жіберуіміз жауабы әбден мүмкін. Сондықтан бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Әлі де біздің бұл жобамыз жүзеге асады, яғни жүйелі түрде атқарылатын болады. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Аманшылық болсын. Мына індет деген бәледен құтылсақ, сонымен біздің рухани жаңғыру, шын мәнісіндегі әлемдік деңгейдегі жаңғыруға кетейін деп тұрған бір үлкен жоба деп есептеймін. Барлығымызға сәттілік болсын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сау болыңыздар.